Сәлеметсіңдер ме балалар? 31-ші сабақта біз есеп шығарған кезде жиындардың бірігуі мен қиылысуының ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін қолдануды үйренеміз. Бірінші тапсырмада ортақ элементтер бар жиындарды ата дейді. А, В, С, Д жиыны бар екен. Осы жерде ортақ элемент ол 4 саны. А-да да 4 бар, В-да да 4 және С-да да 4 деген элемент бар. Енді екінші тапсырмада осы жиындарды А және В жиындарының қиылысуын бейнеле, немесе В А жиындарының қиылысуын бейнеле дейді. Қараңдар, А жиынында 1, 2, 3, 4 саны бар, ал В жиынында 3, 4, 5 саны бар. Енді қалай белгілейміз? Екі жиындың ортасында екеуінің қиылысқан жеріне 3 пен 4 санын жазамыз. А жиынға 1 мен 2, В жиынына 5 санын жазамыз. Немесе В мен А жиынын қарайық. Бұл жерде де В-ға 5-ті жазамыз. Тура осылай, тек қана керісінше жазылып тұр ғой. Енді қара, диаграмманың көмегімен А, В және С жиындарының қиылысуын бейнеле дейді. Бұл жерде 3 жиынның қиылысуын қоямыз. Бағанағы А мен В жиыны ортасында 3 пен 4 саны бар, В-да 5, А-да 1, 2. Енді С жиынында да ортақ элемент 4 дедік қой. Енді оған 4 А мен В-ның қиылысқан жерінде тұр. Осы жерде С-да қиылысады, ода 7, 8 санын жазамыз. Бұл жерде есте сақтайтын нәрсе, жиындардың бірігуі жиындардың ретіне тәуелді емес. Яғни А мен В жиыны В мен А жиынына тең. Яғни бұл жиындардың бірігуінің ауыстырымдылық қасиеті болады. Ал енді А, В жиынын жақшаның ішінде, сыртында С жиын тең А жиын, жақшаның ішінде В және С жиыны деп жазсақ болады. Ешқандай да ол ретімен жазуға тәуелді емес. Бұл жиындардың бірігуінің терімділік қасиетін көрсетеді. Енді есеп шығарып көрейік. Жиындардың қиылысуының ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін пайдаланып, теңдіктерді жалғастырып жаз дейді. М және К жиыны ауыстырымдылық қасиеті бойынша қалай жазамыз? К және М жиыны деп жазамыз. Енді қараңдар, М К жиыны жақшаның ішінде және Т жиынын біз жазған кезде М жиыны жақшаның ішінде К және Т жиыны деп жазамыз. 5-ші А тапсырмада қалдықпен бөлуді орында және тексер дейді. 4328-ді 5-ке бөлеміз. Қалай бөлеміз? 4 жетпейді, 43-ті 5-ке бөлеміз, 8-ден береміз. Шамамен 8-ден берсек 40, 43 қалады. 3 жетпейді, 2-ні қасына түсіреміз, 32, 5, оны 6-ны береміз. Шамамен 6 жерде 5-іміз 30, 2 қалады. 2 тағы жетпейді, 8 түсіреміз, 28, 28-ге 5 болу үшін шамамен 5-ті береміз. Сонда 5, 25, 3 қалады. Яғни 865, қалдық 3. Сол сияқты 1487-ні 9-ға бөлсек, 165, 2 қалдық қалады екен. 3501-ді 2-ке бөлсек, 175 болады, қалдық 1 қалады. 2529-ды 6-ға бөлетін болсақ, 421, 3 қалдық болады. Тура сол сияқты қалған есептерді жазып алыңдар. 5-ші ай есептеуде берілген тағы да 50120-ны 2-ге бөлеміз. 50120-ны 2-ке бөлеміз, сонда 25060 болады. 360918-ді 9-ға бөлсек, 40102 болады. Тура осылай қалғандарында есептейміз. 6-шы тапсырмада есепті шығару берілген. Стадиондағы жүгіруге арналған жолдың ұзындығы 400 метр. Атлет 2 километр жолды жүгіріп өтуі тиіс. Ол неше айналым жүгіріп өтуі керек дейді. 2 километр болса, оны метрге айландырып алайық. Сонда 2-ні 1000-ға көбейтеміз, сонда 2000 метр болады. Енді 2000 метрді 400 метрге бөлеміз. Сонда 5 шығады. Яғни атлет 5 айналым айланып шықса, ол 2 километр жүгіріп өтті деген сөз. Нұсқасында спортшы 200 метр минутына жылдамдықпен жүгіреді. Арақашықтықты жүгіріп өту үшін оған қанша уақыт қажет? Бұл жерде S-ті табуымыз керек біз, уақытты табуымыз керек екен бұл жерде. Яғни бізге жылдамдық берілген, 200 метр минут деген арақашықтық берілген, 2000 метр. Енді уақытты табамыз. Уақыт табу үшін 2000-ді 200 метр минутына бөлеміз. Сонда 10 шығады. Яғни уақыт 10 минуттың ішінде жүгіріп өтеді.
Жетінші тапсырмада эйлер дөңгелегінің көмегімен скрипкашылар және музыканттар көлік және ұшақ жиындарының қатынасын белгіле дейді. Эйлер дөңгелегін сызамыз. Яғни скрипкашы деген ол да музыканттардың ішіне кіреді ғой, музыканттарға. Яғни сыртындағы дөңгелекке музыка, ішіне скрипкашы деп жазамыз. Ұшақ деген көліктің ішіне кіреді, яғни көлік, оның ішінде дөңгелекке ұшақ деп жазамыз. 8-ші тапсырмада есептер берілген екен. Кешегі жылдамдыққа берілген есептерге қаладан ауылға дейінгі арақашықтық 30 км, жаяу жүргінші 6 км сағат, орташа жылдамдықпен осы арақашықтықты жүріп өту үшін қанша уақыт қажет дейді. Т-ны табуымыз керек. Бізге S пен V берілген. Т-ны табатын кезде S бөлінген V формуласын қолданамыз. Яғни 36-ға бөлсек 5 сағат. Ә нұсқасында ұшақ 600 км сағат орташа жылдамдықпен 4 сағат ұшты. Ол қанша арақашықтықты ұшып өтті? Ал бұл жерде керісінше уақыт белгілі, В белгілі жылдамдық, бізге арақашықтық S-ті табу керек. S-тің формуласы S тең V көбейтілген Т, яғни 600-ді 4-ке көбейтсек 2400 км. 9-шы тапсырмада бір автокөлік тәулігіне ауаға шамамен 20 кг пайдаланылған газ шығарады. 8 автокөлік 10 тәулікте ауаға қанша килограмм пайдаланылған газ шығарады дейді. Қалай шешеміз? Шешуі бір тәулікте 20 килограмм болса, 8 автокөлікті 20-ға көбейтеміз. Бір автокөлік 20 килограмм деді ғой. Енді 8 автокөлік 1600 килограмм шығарады екен. Енді 1600 килограммды 10 тәулікке көбейтеміз. Сонда 8 көлік 10 тәулікте 1600 килограмм газ шығарады екен. 10-шы тапсырмада есепті эйлер дөңгелегінің көмегімен шығар дейді. Сыныпта 35 оқушы бар. Олардың әрқайсысы метро, автобус және троллейбус тәрізді қала көліктерінің жоқ дегенде бір түрін пайдаланады. 6 оқушы көліктің 3 түрінде пайдаланады. 15 оқушы метро мен автобусты, 13 оқушы метро мен троллейбусты, 9 оқушы троллейбус пен автобусты пайдаланады. Қанша оқушы көліктің тек бір түрін ғана пайдаланады дейді. Енді жазып алайық. Метроны М, автобусты А, троллейбусты Т деп белгілеп алайық. Енді метроны да, автобусты да, троллейбусты 6 оқушы қолданады. Метро мен автобусты 15 оқушы қолданады. Метро мен троллейбусты 13 оқушы, троллейбус пен автобусты 9 оқушы қолданады. Енді бұл жерде біз эйлер дөңгелегін сызамыз. 3 дөңгелек, біреуіне метро, біреуіне автобус, біреуіне троллейбус деп жазамыз. Енді қараңдар. Метрода метро мен автобус, троллейбус 6 оқушы деді, ортасына жазамыз. Үшеуінің ортасына 6-ны жазамыз. Енді метро мен автобусқа 15 оқушыны жазамыз. Екеуінің қиылысқан жеріне. Енді метро мен троллейбустың қиылысқан жеріне 13-ті жазамыз. Троллейбус пен автобустың қиылысқан жеріне 9-ды жазамыз. Енді қанша екенін табуымыз керек. Біз ол үшін 15-тен 6-ны аламыз. Сонда 9 шығады. Яғни 9 ол метро мен автобус. Енді 9-дан 6-ны аламыз. Үшеуінде қолданатын 6 ғой. Сонда 3 шығады. Яғни 3-ті автобус пен троллейбус пен жүретін балалар. Енді 13, 13 метро мен троллейбустар жүретін 13-тен 6-ны аламыз. Үшеуін бірге қолданатын 6 бар ғой. Сонда 7 қалады. Енді барлығы 35 оқушы деді. Сол 35-тен 6-ны, 9-ды, және 3-ті, және 7-ні аламыз. Сонда 10 қалады. Яғни жауабы тек қана бір көліктің түрін пайдаланатын 10 оқушы екен. 11-ші тапсырмада диаграммада төртбұрыштар жиыны мен жасыл фигуралар жиынын бейнеле дейді. Енді екі эйлер дөңгелегін сызайық. Бір жағына төртбұрыштарды белгілейік, ал бір жағына жасыл бұрыштарды белгілейік. Төртбұрыштарға төртбұрыштарды жазамыз. Жасыл төртбұрыштарды екеуінің қиылысқан жеріне жазамыз. Басқаша фигуралы жасыл фигураларды жасыл дөңгелектің ішіне жазып шығамыз. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.